Бәріңізге сәлем. Бүгін турецкий смит пісіретін боламын. Бірінші ұнымызға суымызды құйып аламыз. Одан соң тұзымызды саламыз. Одан соң қантымызды салып, сұйық майымызды құйып, және де дрожжымызды салып, араластырып, қамыр иелейтін боламыз. Осылай 4 минуттай иелеу керек. Иелеп болғаннан кейін осылай ұзындап аламыз, және де 8 бөлікке бөліп шығатын боламыз. Бөліп болғаннан соң осылай алып ұзындайтын боламыз. Ұзындап алғаннан соң бетін майлап жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Міне осылай көтерілді. Ал енді қамырымызды алып осылай ұзындаймыз. Ұзындағаннан кейін бір-біріне айқастырып осылай бұралайтын боламыз, және де түйеміз. Ал енді сиропымызды дайындаймыз. 2 қасық әсел және де 6 қасық су жақсылап араластырамыз бір-біріне. Ал енді булочкаларымызды бірінші сиропқа батырып аламыз. 2 бетімен жақсылап. Одан соң күнжутымызға айналдыра батырып шығамыз. Және де жарты сағатқа қойып қоямыз көтерілуге. Енді көтерілді, ортасына қайнаған су қойып, 180 градуста пісіріп аламын. Ас болсын.